Жылқыны қазақ халқы ежелден қастерлеген. Осы бір қасиетті түліктің қазақ халқы үшін орны ерекше. Жылқы қазақтың ұлттық сана сезімі, рухани болмыс, тұрмыс салт, әдет ғұрып, мәдениет пен өнерінің тұтас бір айрылмас бөлігіне айналып кеткен. Жарынан кейінгі жақсы көретін жан серігі, қасиетті қанына сіңген жануар. Қазақ баласы жылқы түлігін төресіндей көретіні, сондай-ақ қазақ жылқы мінезді деп, мінез құлқымыз бен бітім болмысымыздың жан дүниесінің айқындаушысына айналғаны баршамызға мәлім. Қазақ халқында ат бейнет күнде көлік, қиын күнде серік деп айтпақшы, әдет ғұрпымызды дәріптеу мақсатында жоғарғы көпсалалы болашақ колледжінің құқықтану мамандығының 1-ші курс студенттерімен ат жарысы өтетін алаңға барып қайттық. Құлағын тұр қайшылап қазан аттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Алғи құлаш аңшығы